Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры Алматыдағы ірі қазақ театрларының бірі. 1925 жылдың соңында Қызылорда қаласында ұйымдастырылып, ресми түрде 1926 жылы ашылды. Алғашқы қойылымдар қатарында Кемеңгеровтің Алтын сақина мен Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесалары болды. 1937 жылы театр академиялық атақ алып, 1961 жылы ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің есімі қойылып, 2020 жылы театрға ұлттық мәртебе берілді. Театр сахнасында қазақ тарихы мен мәдениетіне арналған көркемдік шығармалар, патриоттық тақырыптағы пьесалар, сондай-ақ әлемдік классика қойылымдары көрсетіледі. 1986 жылдан кейінгі кезеңде театрда әлеуметтік мәселелер мен тарихи оқиғаларды бейнелейтін жаңа қойылымдар сахналауды бастайды. Рахимов, Оразбаев сияқты режиссерлер заманауи драматургияны ұлттық сахнаға енгізді. Театрдың актерлік құрамы кәсіби мектептен өткен тәжірибелі өнерпаздардан құралған. Әріптестер қазақ пен әлем классикалық драмаларының қойылымдарына қатысады. Театр 1926 жылдан бастап республикалық және халықаралық гастрольдік сапарларға шығып келеді. Соңғы жылдары Мәскеу, Франция, Жапония, Түркия қалаларында қойылымдар көрсетілген.